Шымкент шаһарында құрылтай сайлау басталды. Таңғы сағат 7-ден бастап есігін айқара ашқан сайлау учаскелеріне тұрғындар келіп өз дауысын беруде. Таңғы сағат 7-ден бастап 7:15-ке дейін дәл осы номері 101 сайлау учаскесінде 7 адам өз дауысын беріп тіркеліп үлгерді. Жалпы бүгінгі саяси науқан басты назарда. Таң сәріден есігін ашқан сайлау учаскелерінде тұрғындардың белсенділігі жоғары. Саяси науқанның алғашқы минуттарынан ақ шаһар тұрғындары ел болашағы үшін өз таңдауын жасауға асықты. Әсіресе аға буын өкілдері белсенді. Таңғы 7-ден учаскеге келіп, көпке үлгі көрсетуде. Елдегі маңызды өзгерістерге бей-жай қарай алмаймыз дейді қариялар. Бүгінгі жексенбіге таңымыз, ана құрылтай мейрамымыз құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сайланып жатқан депутаттарымызға елімізге жақсы жаңалықтар енгізе берсін, жақсы жаңалықтармен халқымызды қуанта берсін. Аман болайық, құтты болсын. Жексенбі күні болған мен күнделікті азанда стадионға жүруге барамын. 5-6 километр жүріп қайтам. Мен үшін ол үйреншікті тірлік. Сондықтан да ойладым, алдыманан бар дауыс берейін, сонан кейін бар уже ары қарай жалғастырамын деп осында келдім. Енді жақсылықтан үміт күтеміз, құрылтай деп айтылып жатыр. Өміріміздің алда енді қанша жыл қалғанын бір Алла біледі, бірақ сонда да жаңалық болған қалаймыз. Жаңалық болсын, жастарға жағдай жасалсын, қарттарға да жағдай жасалсын. Қолдаймыз, дауыс бердім, қолдағаннан кейін келіп, рахмет сіздерге. Учаскеде дауыс беріп бекітілген кестеге сай жүріп жатыр. Сайлаушыларға тиісті жағдайлар жасалған. Бақылаушылар процесті жіті қадағалауда. Әл-Фараби аудандық Шымкент қаласындағы 101 сайлау учаскесінде қазіргі таңда 1913 адам тіркелген. Қазіргі таңда бізде тек қана бір адам ғана өзге жерден қызмет бабына байланысты несін сайлауды құқығын беретін дауысын несінен шығару, есептен шығару несін бердік. Қазіргі таңда жұмысымызды бастап отырмыз. Шымкентте 357 сайлау учаскесі бар. Тіркелген сайлаушылар саны 713.491. Тұрғындар өз таңдауын жасап, саяси науқанға кешкі сағат 20:00-ге дейін қатыса алады. Елімізде алғаш рет өткізіліп отырған құрылтай сайлауында әр дауыс маңызды.